Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз кептірілген жемістер қосылған осындай рулет дайындайтын боламыз. Ең бірінші біз рулеттің қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, сары май және де жұмыртқаның сарысы және кішкене тұз және 2 дәу қасық қант қажет болады. Барлық заттарымызды араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ұн мен майымыз біріккеннен кейін жұмыртқаның сарысын қосамыз. Бізде қолға жабыспайтын, жаюға ыңғайлы, өте жақсы қамыр шығатын болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді мешочкқа салып, холодильникқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен өрік және мейізді қолдандым. Кез келген кепкен жеміс түрін қолдансаңыздар болады. Және де орех қоссаңыздар да дәмді болып шығады. Мінекей барлығын ұсақтап турап аламыз. Ендігі кезекте бір жұмыртқаның ағын жақсылап араластырамыз миксердің көмегімен. Кішкене тұз және де кішкене қант қосып жіберулеріңіз қажет болады. Мінекей жақсылап ағарғанша дейін миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырып аламыз. Мінекей біздің жұмыртқамыздың ағын жақсылап миксерлеп алдық. Ендігі кезекте кепкен жемістерімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан нанымызды алып шығып, домалақ формаға келтіріп, жайып алуымыз қажет болады. Немесе печенье тәріздес қып жасасаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Мінекей біздің нанымыз жайылды. Артық жерлері болса кесіп тастасаңыздар болады. Ендігі кезекте салмамызды саламыз. бір келкі етіп барлығын орналастырып шығамыз.
Ендігі кезекте рулет формасына келтіріп ораймыз. Өте оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген жақсы рецепттер шығатын болады. Ендігі кезекте бетін кесіп шығамыз рулеттің. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут дайындаймыз. Мінекей біздің рулетіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.